Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма салли аля Мухаммад. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракат. Құрметті әлеумет желідегі отырған жамағат бауырлар. Мынадай сұрақ келген екен. Қандай үш уақытта намаз оқуға болмайтын уақыттарды айтсаңыздар. Сондай үш уақыт бар екен, намаз оқуға болмайтын сол уақыттарды айтсаңыз деп сұрақ келіпті. Жалпы кез келген уақытта намаз оқуға болады, бірақ тек қана үш уақытта ешқандай намаз оқылмайды. Соның біріншісі таң намазын оқып болғаннан кейін, күн шығып найза бойы көтерілгенге дейін, былайша айтқан кезде сол 1,5 сағаттан кейін ба шамамен күн шығады. Күн шыққаннан кейін күн найзаның бойы 2 метр ма, 3 метр ма қанша? Сондай көлемде күннің шыққан бай, примерно сондай найза бой деп айтылатын сондай сөз бар. Сондай көлемде, былайша айтқанда күн шыққаннан кейін, сол 1 сағаттан кейін, 45 минуттан кейін оқи берсе болады. Кез келген намаз, нафил намаздар. Ал сол таң намаздан кейін сол күн шығып найза бойы көтерілгенге шейін осы аралықта ешқандай намаз оқылмайды. Екінші намаз оқылмайтын уақыт бесін намазының алдында. Бесін намазының. Мысалы, бесін намазы бірде кіріп жатқан болса, бірде, мысалға. Демек, 12:30-дан бастап намаз оқуға болмайды. Шамамен сол жарты сағат қалған кезде күн тас төбеде тұрады. Адам далаға шығып қарасаңыз, жаныңызда көлеңкені таппайсыз, көлеңкі аяғың астында тұрады. Осы уақытты истау уақыты деп айтылады. Тас төбе деп айтылады. Сол күн кішкене мына жаққа өтіп, ауып, көлеңкің түсе бастаған кезде бес намаздың уақыты кіреді. Сол уақыттан бастап қайттан кез келген намаз оқи берсе болады. Ал жалпы сол бесінің алдында ешқандай намаз оқылмайды. Үшінші намаз оқылмайтын уақыт асыр намаздан кейін. Асыр намаз оқып қойған адам ақшам намазы уақыт кіргенге дейін ешқандай намаз оқылмайды. Міне осы уақыттарды ескеріңіздер. Егер тыйым салынған үш уақытта кімде-кім намаз оқитын болса, нәпіл намаз ба, бір шүкір намаз ба, ешқандай намаз оқылмайды, оған тыйым салынады. Бәлкім макрух күнәсі, яғни күнә жазылатын уақыттар деп есептелінеді. Ал сол үш уақыттан басқа уақыттың кез келген уақытында намаз оқи беріңіздер. Алла Тағала баршамыздың намаздарымызды қабыл етсін. Субханака астағфирука ва атубу илейк.